жүйемен жаңалықтарымыздан құра алмаймыз, өкінішке орай. Үшінші мәселе, енді бұл соңғы мәселесі медициналық сақтандыру. Біз медициналық сақтандыруды ай сайын мемлекетке төлейміз, бірақ біз больницаға ауырып бара қалсақ, ешқандай бізді емдемейді. Сонда біз не үшін төлеп жатырмыз? Мына Германия мемлекетінде, мысалы өздеріңіз білесіздер, әрбір медициналық сақтандыру компаниялары сіз ауырып қалсаңыз, больницаға барып жатсаңыз справка береді, және де сіздің сол ауырған уақыттағы бір ай, мысалы жай ол жұмыс орнында емес, үйде жұмыс істеп жатып, үйдің төбесіне шеге қағып жатып, лестницадан құлап, аяғыңызды сындырып алсаңыз, сіз 2 ай емделсеңіз, 2 ай сізге жалақыны медициналық страховка төлеп береді. Және сіз күйзеліске түскен, сол жұмысқа шыға алмай қалдым ау деп, аяғыңыз сынып, үйде достарыңызбен сөйлесіп қыдырып ары бері жүре алмасаңыз, сізге стресстен шығу үшін 1 ай тегін санаторияға қарастырады. Ал бізде ондай жағдайды қарастырмақ түгілі, өзіміздің барып емделетін емханада бізді тексеретін аппарат жоқ, біз тек дәрі жазып береміз дейді, частныйға барамыз дейді. Сонда біз страховка не үшін төлеп жатырмыз? Осы мәселелерді көтеріп, осы мәселелерді билікке жеткізу менің мақсатым. Енді өткенде